Қарыз берген чоң сауап, біреудің мұқтаждығын шығару чоң сауап. Бірақ тилекке қаршы намазға келгені де Алланың барлығына бір иман келтірген менен адамдарға бергенде сүтқордық менен, процент менен мамиле қылып атады. Коронавирустан қорыққан сияқты Алладан қорқсақ, сүтқордық қылбайды адамдар. Егер адамдар коронавирустан қорқса, эмне үшін біреудің ақын жегеннен қорықпайды? Біреудің малы мүлкін жегеннен қорықпайды. Аллах Құранда айтады: "Я аyyuhallazina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil." О иман келтірген бенделер, bir-biringердің мал мүлкіңерді арам жолдар менен жеп қоймағыла дейді. La ta'kulu amwalakum bil batil. Арам жол менен жебе деген таразыдан алдама. Айыбын айтып сатқын. Бириңдің малыңды бириң арам жол менен жебе. Иллан такуна тижаратан ан тарадим. Тижаратта bir-бириңди разы кылган жол гана адал болот.